Ассалаумағалейкум құрметті ютуберлер. Мен бұрын инстаграм парақшама және ютуб каналыма мынадай видео жүктеп едім. Табысым адал болсын десеңіз деп аталатын. Яғни біз ютубтан монетизация арқылы табыс табамыз ғой, реклама шығу арқылы каналыңызда. Сол рекламалардың түрлері, в общем, неадекватный дейміз ба, жаңағы бізге керек емес рекламаларды былай өшіріп тастай алатын едік, бірақ бұл жерде емес, AdSense-дің ішінде өшіріп көрсеттім. Қазір енді ол ютуб каналда творческий студияда шыққан екен. Настройка бөліміне кіреміз, астына тұрады ғой. Сосын категория объявлений міне. Сосын мен жақта деликатные категории немесе URL ссылка арқылы. Мен мысалы Олимпиад.kz осыны блокировать жасадым. Осы сайт менде шықпайтындай болып. Мына жақта ссылка қойып өшірсеңіз болады. Сосын деликатные категории. Неге мысалға симулятор азартных игр, басқа да ғана ойындар шығады ғой, соны сіздің сондай басқа да ойындарды өшіріп тастаса болады. Сосын мына жақта менде 4 блокировкада тұрған еді. Неге заблокированный упоминание осындай, черная магия деймін, астрология деймін, осылардың барлығын блокировать жасадым. Енді бұл осы темаға қатысты рекламалар менің каналымда шықпайтын болады. Сіздерге де кеңес беремін. Енді монетизациядан ақша табамыз, бірақ ол келіп жатқан ақша барлығы адал ма, адал емес па? Енді сіз әрекетін жасайсыз ғой. Бір Алла білуші барлығын. Сіз әрекетін жасайсыз тек. Неге мынандай рекламалар шықпау үшін сіздің каналыңызда.